Ғайып болған қыз туралы аңыз. Шырт ұйқыда жатқан ел тыныштығын ауыл шетінен шыққан айқай-шу мен аттан жау жеп қалды деген айқай аралас үрейлі дауыс бұзады. Артынша жылаған бала мен ойбайлаған ананың үрейлі дауысы қосылып, ел іші астан-кестен болыпты. Ауылдың оңтүстік шығысынан шыққан айқай-шу жиілей түсіп, әруақ, әруақ деген ермінес дауыстар қосыла естіледі. Көп ұзамай қою қара түтін аралас от жалын өрши түсіп, арлы-берлі шапқылаған адам сұлбалары көріне бастайды. Отқа оранған ауыл шетіндегі айқас қыза түсіп, отқа шағылысқан алмас қылыштың жарқылы әр жерден көбейе түседі. Сүт пісірімдей уақыттан соң ел оң-солын танып, мән-жайға қаныққандай болады. Тосыннан шапқан жау жақсақ дайындықпен келіпті. Азған ауыл айнала қоршап, негізгі әскері Қостөбеде сап түзеп алыпты. Қолдарына қылышпен оты жалаңдаған, майлы тұтатқыш ұстаған шағын топ ауыл шетіне әр жерден тиіп, елді үрейлендіріп жүр. Қостөбеде тұрған жау әскерлерінің айқайына сарт-сұрт еткен қару дауысы қосылып, қатарласа тұрған бірнеше дауылпаздың жағымсыз дүмпуі баланы шошытып, әйелді үрейлендіріп, еркек кіндіктінің есін алып барады. Бие сауымдай уақыт өткенде таң бозарып, айнала анық көріне бастайды. Үрейленген жұрт шығыстан тиген шағын топтың қоршауынан қашып, ауылдың солтүстік батысындағы аңғарға жинала бастайды. Қолына қаруын ұстап, шеттен тиген жауға қарсылық білдірген бірнеше ауыл жігіттері жау мергендерінің садақ оғына мертігіп, жер құшып жатыр. Әр жерден жауға қарсы атылған садақ оғының ұшқаны болмаса, атқа қонып, қолына қару ұстаған не батыр, не батырақ көрінеді. Тек Қостөбе басында сап түзеп, үш қатар тұрған жау әскерлері баяу төмен түсіп, ауылды үш жағынан қыспақ қалып келеді екен. Мұздай қаруланған жау әскерлері қой айдаған қойшыдай қолындағы қаруларымен ауыл тұрғындарын түрткілеп, ауыл шетіндегі өзен бойына жинай бастайды. Асықпайды, аптықпайды, еркін қозғалады. Бірнеше аттылы жігіт кері шауып, ауыл арасын бірнеше рет сүзіп өтті. Қалғанымен қашқан топқа қосып, көнбеген қылышымен шапқан жау жасағы қатарласа келіп, ауыл тұрғындарын қоршап алды. Қатарласа қоршай тұрған жау әскерінің бір бұрышы ашылып, топ ортасынан басына түлкі құйрықты тымақ киген еңгезердей біреу шығады. Еркегі мен ұрғашысын, кәрі құртаңы мен бала шағасын, қыз қырқыны мен қатын қалашын бөліп, қолына қару ұстай алатын еркек тоқтысының мойнына құрсау салыңдар. Көріктісін маған әкеп, бөріктісін елге айтыңдар, деді үрейлі елге қарап. Атының басын беткейге бұрып, көшпелі күнқаға шатырына беттейді. Аттан қарғып түскен бірнеше жігіт ауыл тұрғындарына айбат көрсетіп бөле бастады. Қатын қалаш пен жылаған баланың дауысы қайта шығып үдей түсті. Сол дауыстан рахат тапқандай күй кешкен жау жігіттері қой, айқайды тоқтат деп айтпады. Керісінше үнсіз үрейленіп тұрғандарды неге дауыс шығармайсыңдар дегендей қатты нұқып, кей тұста сабапта жатыр. Күн арқан бойы көтерілгенде ел ішіндегі айқай-шу саябыр тауып топ беске бөлінді. Анасын іздеген бала да қорыққаннан үнсіз жылап бір топ болып олар тұр. Көшпелік күнқаға шатырдан шауып келген шабар. Қалғандарын ауылға айдап, аруларын мың басқа алып жүріңдер деді. Айқай-шумен жылаған баланың үрей аралас дауысы қайта шығып, бір топ ару мыңбасы алдына апарылды. Баяу қозғалып орнынан тұрған мыңбасы қатар тұрған қыздарды көзімен сүзіп шықты. Маңғаздана жақындап, қолындағы қамшысын екі қыздың иығына тигізеді. Мұнысы екі аруды өзінің еншілеген еді. Мыңбасы кері бұрылып қамшысын баяу жоғары көтерді де қайта төмен түсірді. Мұнысы қалғандары сендердің таңдауларың деген еді. Қалған қыздарды жау жігіттері қаумалай қоршап бөліске салып жатқанда, мыңбасы әмірімен екі қызды жуындыру үшін өзен бойлатып әкетеді. Қастарына қарауылдыққа барған екі жауынгер қамыс аралас тоғай ішіндегі тоғанға келіп жуынуға бұйырады. Ес білгелі еркек кіндікті жалаңаш тәнім түгілі ақ білегімді ұстамаған. Сіздердің алдыңызда етегімді көтеріп, ақ тәнімді көрсете алмаймын. Оны көру тек мархабаттың мыңбасының маңдайына жазылған шығар. Ол да болса, мен секілді қазақ қызына үлкен мәртебе, дейді күлімсіреп Күлпаш. Мен де мүмкіндігімді жібермей, жігіт сұлтанына тәнімді көрсетіп, бағымды содан табайын.
Сондықтан біздер тасалау жерге барып шешінейік. Күләш осы елде адал еңбегімен нан тауып, әділдігі мен ақылдылығы арқасында ел құрметіне бөленіп жүрген орта шаруалы отбасының қызы еді. Шешесі ажарлы, кезінде талай жігітті тамсандырып, әттеген айлатқан арудың бірі болған. Күләшті шешесіне тартқан. Ажарына ақылы сай ару болып келіп жатқан. Оның айтқан сөзіне сеніп, қылымси қараған көз жанарынан есі кеткен екі сардар шегініп, қыздарды оңаша қалдырады. Қыздың мен мыңбасылықпын, бағымды табайын деген сөзін әрі қызыға, әрі қызғана қайталап тұрған екі сардардан ұзай берген Күләш бешпенін шешіп ағашқа ілді. Қасындағы құрбысына қарап, сенде солай ет дегенді ымдап ұқтырды. Құрбысын жетектеп, көзден тасалау ағаш арасымен өзен бойын жағалап жоғарылай берді. Мән-жайды енді ғана ұққан құрбысы артына жалтақтай қарап отыра кетті. Кете бер, мен қаша алмаймын, қорқамын деді даусы дірілдеп. Бәрібір құтыра алмаймыз, мен қаламын. Өзің біл дегенде құрбысына бір қараған Күләш жүрсін жылдамдатып сүріне қабына жүгірді. Су бойын жағалап, өзен шетімен жоғары өрлеп, тоғайдан шықты. Тоғай шетіндегі бірен-саран долана ағаштарын тасалап, ашық алаңға шыққан Күләш алыстан бірнеше аттылы адамның асығыс шапқан қарасын көрді. Жүрсін жылдамдатып ашық алаңға шықты. Одан төмен түсіп, қатпарлы тастың қойнауына келгенде артынан қуған аттылы қуғыншының қоршауында қалып, ат тұяғының дүрсілі мен айқай-шу аралас дауыстар жақындай берді. Артынша ашуға мініп, ыза мен намыстан жарылардай түтіге дауыстаған мыңбасының. Менің сендерге тартуым болсын, білгендеріңді істеңдер деген дауыс естілді. Өзіне қарай жақындап келе жатқан 10 шақты әскерден сескенген Күләш қатпар тастың үстіне шығып, адам баласы сыймастай кіші қуысқа келіп тоқтайды. Одан ары жүрер жол жоқ. Айнала жау, қашып құтылар саңлау да жоқ. Жау тақымына таласқа түскенше құлап өлетін аяғы астындағы қатпар тасты биік емес. Денесіне жарақат түсіргені болмаса, мына анталағандардан құтқарып, жанын бір жола тыныштандыра алмайды. Тым аласа екен. Айналасынан өзіне қорған болар, қорғаныш таппаған қыздың денесін үрей билеп жүрегінен отыра кетті. Е Алла! 12 гүлімнен бірі ашылмаған мен бейбағыңды мына анталаған жауыздарыңа мазақ етіп, арымды аяқасты қылғанша бір амалын өзің тапшы. Қор болып, әзіз тәнімді талауға түсірмей, денемді не мына тасқа айналдырып жібер, болмаса көзден ғайып еткізе өр. Қыз ары мен намысын аяқасты еттіре көрмеші дейді аянышты үнмен. Осы сөзін аяқтай бергенде жау жігіттерінің асыға басқан аяғы қатпар тасқа ілініп те қалған екен. Кенет келе жатқан жігіттердің көз алды тұманданып, артынша айналаны қою қараңғылық қаптағандай түнере бастайды. Артынша созым жерде тұрған қызбен оның басып тұрған тасы сағымданып, бейне бір қатты ыстықтан балқыған қорғасын күйге айналады. Бірте-бірте сағым мен балқыған қорғасындай күйге айналған Күләш денесі адам сыймас тесікке қарай сырғи ағып сіңіп кетті. Көзден ғайып болыпты. Алғашында айналада болып жатқан сағым құбылысқа түсінбей, үрейлене таңырқай қараған жау жігіттері көз алдында адам ұқпас күйге айналып, ғайып болған ару қызды көргенде. Шайтан, ол шайтан екен, жын екен, пері екен деп алды-артына қарамай қашқан екен. Қыздың күйіне отырып, шын ниетпен тілеген тілегін Тәңірі қабыл етіпті. Сол ара қыз әулие ата